Сәлем балқай. Бүгін біздер математика сабағынан 35-ші сабақ 3 санын қосу және азайту деген тақырыппен танысатын боламыз. 3 санын қосып азайтуды үйренеміз. Кәне оқулығымызға назар аударайық. Ең бірінші тапсырма 3 санын қосу және азайтуды есіңе түсір, мысалдардың қалай құрылғанына назар аудар. Кәне бұл жерде бізге есептер берген. Бұл есептерді тез-тез ауызша орындап шығайық бірге. 1 қосылған 3, 4, 2 қосылған 3, 5, 3 қосылған 3, 6, 4 қосылған 3, 7, 5 қосылған 3, 8, 6 қосылған 3, 9, 7 қосылған 3, 10, 3 қосылған 1, 4, 3 қосылған 2, 5, 3 қосылған 3, 6, 3 қосылған 4, 7, 3 қосылған 5, 8, 3 қосылған 6, 9, 3 қосылған 7, 10. Келесі азайту. 4 азайту 3, 1, 5 азайту 3, 2, 6 азайту 3, 3, 7 азайту 3, 4, 8 азайту 3, 5, 9 азайту 3, 6, 10 азайту 3, 7. Тапсырмаларды толық орындап шықтық. Келесі. Есіңде сақта. Бұл жерде 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 сандарының 3-ке қатысты құрамдары берілген. Бұл нәрсені есімізде сақтауымыз қажет. Келесі тапсырмада сандардың құрамын айт, азайтуға мысалдар құрастыр және жаз деген. Бұл жерде 4, 7, 9 сандар берілген. Бұл жердегі белгісіз санды табуымыз қажет. 3-ке қандай санды қосқан кезде 4 шығады? 3-ке 1-ді қосқан кезде 4 шығады. Немесе бұны бұл жердегі санды белгісіз санды табу үшін 4-тен 3-ті азайтсақ болады. 4 азайтылған 3 тең болады 1-ге. Келесі, немесе 4-тен 1-ді азайту арқылы 3-ті алсақ болады. 4 азайту 1 тең болады 3-ге. Келесі, 7-ден азайтамыз 3-ті тең болады 4-ге. Бұл жерде де 4 тең болады 3. Келесі, 7 азайту 3 тең болады 4-ге. Келесі, 9 саны, 9-дан 3-ті азайтамыз 6. Бұл жерде 6 саны тұру керек. 3-ке 6-ны қосқан кезде 9 болады. Келесі, 9 азайту 3 тең болады 6-ға. Келесі, 9-дан азайтамыз 6-ны тең болады 3-ке. Осылай біздер сандардың құрамын анықтадық және олар арқылы азайту құрастырып жаздық. Келесі номері 3-ші тапсырма. Бұл жерде есепте сан кесіндісін қолдан досыңнан тексеруін сұра. Бұл жерде 4 қосылған 3. 3 деген санды 2 және 1-ге қосындысына жіктеген. Мына жерде 4 санынан бастаймыз. 4 санынан 2 сан алдыға қарай жылжыдық және тағы да 1 сан алдыға қарай жылжыдық. Сонда ол нешеге келіп тоқтады? 7. Сонда 4 қосылған 3 тең болады 7-ге. Келесі. 10 азайтылған 3. 10 азайтылған 3. Оны 2 және 1-дің қосындысына жіктеген. 10-нан кейін 2 сан алдыға қарай жылжыды және тағы да 1 сан секірді. Сол кезде нешеге келіп тоқтады? 7-ге келіп тоқтады. 10 азайтылған 3 тең болады 7-ге. Келесі, 4-ші тапсырма есепте. Суретті пайдалан. 6 қосылған 3 тең болады нешеге? 6 қосылған 3 тең болады 9-ға. Келесі, 9 азайту 3 тең болады. Енді бұл жерде міне 6 сары түсті құрастырғыш және 3
күлгін түсті құрастырғыш берген, иә. Осы 6-ға қосамыз 3-ті, тең болады 9-ға. Бұл жерде барлығы 9 пазл бар, иә. Келесі 9 азайту 3. Осы барлығынан мына 3-ін алып тастаймыз. Сол кезде бізде 6 сары түсті пазл қалады, иә. Келесі 6 қосылған 2 8, оған қосамыз 1-ді, тең болады 9-ға. Келесі 9 азайту 2 7, 7-ден азайтамыз 1-ді, тең болады 6-ға. Келесі 6 қосылған 1 7-ге тең болады, 7 қосылған 2 тең болады 9-ға. Келесі 9 азайту 1 8, 8 азайту 2 тең болады 6-ға. Осымен біздердің бүгінгі математика сабағынан тапсырмалар аяқталды. Келесі сабақта кездескенше.